Орал тұрғынына сепаратизмді насихаттады деген айып тағылды. Жергілікті тұрғынға қатысты қылмыстық іс Орал қалалық сотында қаралды. Батыс Қазақстан облыстық соттың баспасөз қызметінің хабарлауынша, сот процесі 11 қазанда өтеді. Максим Яковченкоға қылмыстық кодекстің 2 бабы бойынша айып тағылған. 174 бабы әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, тектік, топтық немесе діни алауыздықты қоздыру және 180 бабы сепаратистік әрекет. Айыптау актісіне сәйкес ол орта білім беру мекемесінде оқып жүрген кезде азиялық сыныптастарына деген жеккөрініштілігін, олармен арадағы кикілжің кезінде Оралдағы номер 12 мектепте бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы экстремистік қасақана ауыр қылмыстар жасаған. Сондай-ақ мемлекеттің конституциялық құрылысы мен қауіпсіздігінің негіздеріне қарсы әрекет еткен. Ол өзінің қылмыстық әрекетінің қоғамға қауіпті екенін білген. Журналист Лұқпан Ахмедияров бұған оралдық Максим Яковченконың әлеуметтік желідегі жазбасы себеп болғанын жазды. Оның айтуынша, Орал тұрғыны Орал, Петропавл, Павлодар және тағы басқаларын Ресейге беру керек. Себебі бұл жерде бәрін тек жояды. Жат жерлік билікте отыр. Жат жерліктер бәрін ластайды. Маймылдар жан-жағын жайпап көшіп жүргенге үйренген деп жазған. Айта кету керек, Максим Яковченко 1987 жылы Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы Федоровка ауылында туылған.